Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге ең оңай екі ғана ингредиенттен тұратын қант қатыру әдісімен бөлісетін боламын. Кейбір жерлерде шербет деп те атайды. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Ал енді құрғақ ыдысымызға қантымызды саламыз. Отты ең қатты жылдамдыққа қойып, қантымызды осылай қызарғанша қуырамыз. Осылай қуырып болған соң үстіне сүтімізді құйып, қант ерігенше баяу отта қайнатамыз. Орташа жылдамдықта жарты сағаттай қайнатып болған соң үстіне сары май салып, тағы да қайнатамыз. Енді осылай күнжітімізді алып, қызарғанша қуырып аламыз. Күнжіт қосу маңызды емес, әркім өз қалауынша қосса болады. Күнжітті қосқаннан кейін тағы да 5 минуттай қайнатамыз. Қоюлығы осындай болады. Соң ыдысымызды майлап, үстіне осылай құямыз. Үй температурасында 1 сағаттай қоямыз. Одан соң осындай болып қатып шықты. Керемет дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.